Енді өкпеге келе беретін болсақ, бронх жайлы ауру көп қой. Бронхтың жаңағы өткізгіштігінің төмендеуі немесе бронхтың өзінің деформациясы. Көп жағдайда бала кезде немесе дұрыс емделмеген пневмониядан кейін бронхектаздар пайда болуы мүмкін. Сол бронхектазды осы КТ-дан тағы да көрсетіп жіберсем, қарсы болмасаңыздар. Міне қарап отырсаңыздар, мынау енді жасы орташа кісі, әйел адам. Мына қап-қара осы өкпедегі тесіктер, бронхектаздар. Бронхының трубканың бір шетінің үзіліп, сол жерде тесіліп қалады. Сол тесіктермен адам өмір бойы жүреді, бірақ кішкене ғана салқын тисе, сол ауырып қала береді. Көрсеңіздер, міне, мынау кеңірдек, одан кейін бронхтың түбінде шұңқыр тесік. Сонда ауа кіреді, осы жерден айналып қалады. Түсіндіңіздер ғой? Енді қараңыздар, тағы да қазір басқа тесіктер, мынандай булалар пайда болады сол кезде, и бронхтардың барлығы қайта-қайта қабына берген соң осындай тесіктер көп болады. Мынау қазіргі кезде пневмофиброз болып қалған, мынау соның тесіктері. Қабына берген соң қайта-қайта жылына 2 реттен осындай көрініс болады. Бұл жағдайда не істеу керек? Егер жас болатын болса, қайта-қайта іріңдеп қабына беретін болса, денсаулығын ретке келтіріп, кейін операция жасап алып тастаған жөн болады.